Қаларыңыз насыл болдым. Бүгін 21 шілде ай толды. Ақшта бұғылық ай толы дейді. Андай пантасы бар ғой, бұғының несі, мүйізі түсетін ба, мүйізі ұзаратын уақыт екен. Сол ұзаратын уақытпен сайма-сай кепті бұл ай толу. Бізде енді айгөлек биін билейді, аруақтарға иш шығарады. Қазір енді суанаға келіп, аруақтарды еске алып, аруақтардың жандарына бір құран бағыштайық. О, суана, құдіретіңе сыйынам, ата-бабам әруағына құран бағыштағым келеді. Жатқан жерлері жарық, топырақтары торқа, жандар жай тапсын. Қайсы әулетімде, қайсы атамның, қайсы апамның, қай нағашылардың жұртым болсын, өз жұртым болсын, төл жұртым болсын, түп нағашылар болсын. Қай жұртымда, қайын жұртымда да, енді қазір араласым болмаса да, қайсында күнәлар болды, біліп-білмес дегендер, соны осы су ағысымен кетсін, кетпеске кетсін, келмеске кетсін, күнәлардың бәрі кешірілсін, қылмыстары болсын, ауыртпалықтары болсын, бәрі кесірлердің бәрі кесілсін. Біз осы жарық дүниеде өмір сүріп жатқан кішкентай ғана ұрпағы, Құдай, қасиетті Құдай, Тәңірем, сіздерден сұраймын, күнәлар болса кешіріңіздер, ағаттық болса айып етпеңіздер, бәрі осы ағыспен келмеске кетсін. Бәрі ұмытылсын, судай сынсын, тастай батсын. Ұрпағына енді жаманшылық көрінбесін, қарғыс 7 ата болсын, 77 атаға болынған қарғыстардың бәрі осы су ағысымен келмеске кетсін, кесірлердің бәрі кесілсін, қараңғылық жарыққа айналсын. Жоқшылық, кедейшілік, баршылық, молшылыққа айналып қайтып келсін. Отбасымыз, әулетімізде баршылық, молшылық, өсіп, өну, шетінеулер, өлім, жітімдердің бәрі келмеске, сол қараңғы өткенмен кетсін. Енді бұл ай толуда толықсыған, ай толықсыған сайын әулетімнің мерейі, даңқы арта берсін. Қасиетті Құдай, Тәңірем, жарылқа, қолда сұранамын, өтініш сұранамын.